Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 19-ы. Сабақтың тақырыбы менің досым шебер, мой друг мастер. Өткен тақырыптарды қайталаймыз. Диалог арқылы. С помощью диалога повторим пройденные темы. Сенің досың қандай? Какой у тебя друг? Менің досым еңбекқор, ақылды, мейірімді, мой друг трудолюбивый, умный, вежливый. Ол ата-анасына көмектесе ме? Он помогает родителям. Ол ата-анасына көмектеседі. Ол қалай оқиды? Как он учится? Ол жақсы оқиды. Ол қайда? Анель қайда жиі барады? Анель часто ходит куда? Анель кітапханаға жиі барады. Ол нені көп оқиды? Много. Она что читает? Ол кітапты көп оқиды. Мырзабек қандай бала? Мырзабек какой мальчик? Мырзабек шебер бала. Мырзабек мастер. Ол шырпы қорабынан не жасайды? Он из спичных коробок что делает? Ол шырпы қорабынан үй жасайды. Он из спичных коробок делает домик. Жаңа сөздер, новые слова. Қол өнер, рукоделие. Қайшы, ножницы. Желім, клей. Шеберхана, мастерская. Ине, иголка. Шебер, мастер. Он алтыншы бетте есіне сақта. По лицам. Мен үй жасаймын. Я делаю скворечник. Я переводится либо скворечник или гнездо. Сен уя жасайсың. Ты делаешь скворечник. Сіз уя жасайсыз. Вы делаете скворечник. Ол уя жасайды. Он или она делает скворечник. Біз қатысамыз, мы участвуем. Сендер қатысасыңдар, вы участвуете. Сіздер қатысасыздар, вы участвуете. Олар қатысады, они участвуют. 16-шы бетте оқы қайтала. Шеберхана,